Армысыздар, құрметті қадірменді біздің әлеуметтік желідегі сыр сұхбат айдарын жіті тамашалайтын әлеуметтік желідегі оқырмандарымыз. Бүгінгі біздің сыр сұхбат айдарында қонақта республикалық облыстық ақындар айтысының лауреаты жас ақын Ержігіт Ораз сыр сұхбат айдарында қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің ұсынысымызды қабыл алып, осы айдардан табылып отқаныңа, осы біздің ұжым атынан, Жамбыл аудан жастар атынан үлкен алғыс білдіреміз. Биылғы оқу жылын қалай аяқтадың? Дәл бүгін 17 маусым күні ресми түрде аттестат алып, мектептен аяқтадық мектебімізді. Енді алдағы жоспарларымды айта кетсем, шілденің 3 күні ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырам. Содан кейін алдағы 4 жылдық өмірім белгілі болады. Рахмет, алдағы тестке үлкен сәттіліктер тілейміз. Жалпы қазақта айтады ғой, құстың қос қанатындай болған жар таңдаудан, мамандық таңдаудан шатаспа дейді. Жалпы қай мамандықты таңдап отырсың биыл? Енді сол әкемнің жолын қуайын деп, финансист, былайша айтқанда қаржы мамандығын таңдап отырмын. Рахмет, әкенің жолын қуып, әкенен асқан ұлы болуыңа тілектеспіз. Ендігі жалпы біздің сұхбат айдары жалпы жылдар бойы осы ұсынып келеді. Жалпы бұл жерге осы өнер адамдары, жазушылар, ақындар қонақ болып келеді. Жалпы өзіңді біз екі жақтан танимыз, бірі күйші жағынан, бірі ақындар жағынан. Жалпы өзіңе қай жағы жақсы, ыңғайлы, жақсырақ? Енді ақындыққа мұнда келдім, 10 сыныптың басында. Ал күйшілікке 8 сыныптан бері аяқ бастым. Енді сұраққа жауап беретін болсақ, күйшілік жағы жақынырақ. Дұрыс, Қадыр ағамыздың жақсы сөзі бар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейтін. Жалпы ақындығында өте жоғары деңгейде, жалпы екеуіне де үлкен сәттіліктер тілейміз. Жалпы осы Ержігіт өзің қатарлы жастардың бойынан қандай қасиеттерді көргің келеді? Өзің білесің, биылғы жылды президентіміз жалпы еріктілер жылы деп жариялады. Еріктілер қандай қызмет атқаратынын білесің. Жалпы жастар дегенде, жалпы жастардың бойынан қандай ұшқындар болса екен деген тілегім бар. Енді жастар дегенде Мағжан Жұмабаевтың сөзі еске түседі. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенем демекші. Үлкендердің барлығы жастардан, біздерден үміт күтіп отыр. Осы кезде бір өлең шумақтарын айтсам, менде жастар елім десін, жерім десін, білімнің сайысында жеңілмесін. Осы өлеңді тыңдаған барлығына Нұрлыбек ағамның жолын берсін. Ой, рахмет. Өзіңдей жалынды жастар көп болсын. Біздің ұсынысымызды қабыл алып, қысқа да болса ой бөліскеніңе үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы білім, оқу, ғылым жолында үлкен толағай табыстарға жетіп, ел үміті Жамбыл облысының жұртшылығын ақтай беруіңе, сенімдерді ақтай беруіңе кәміл сенеміз. Біз соған тілектеспіз. Алдағы шығармашылықтарыңа, күйшіліктен, ақындықтан біз сенің биік мінберден көргеніңе сенім артамыз. Рахмет.